Құпия мұхит. Ғалымдар жердің 660 км түбінде үлкен су резервін тапты. Бұл жерасты мұхиты Рингвейт есімі берілген өте үлкен көк жартастың ішінде орналасқан, және бұл көк жартас сутегінің және судың жер астынан сыртқа шығуын алдын алатын көбік жұмысын атқарады. Бұл құпия мұхит әлемдегі барлық мұхиттардың орнын 3 рет толтыруға жеткілікті. Білім адамы Стив Джейкобс әлемнің барлық океандарының бұл жерасты суларының геологиялық қызметінің арқасында жер бетіне шығумен пайда болғанын айтады. Және бұл кейбір ғалымдардың мұзды балшық тобы деп аталатын кометалардың жерге түсуімен ғарыштан планетамызға су тасу теориясына қайшы келеді. Күлгін түсті әлем. Астробиологиялық бір гипотеза әлемнің қарапайым кезінде күлгін түсті болғанын айтады. Ғалымдар біздің бүгінгі күніміздегі өсімдіктердің жер бетін басып алуынан бұрын көне урықтардың күннің сәулелерін өңдеу үшін хлорофилл орнына басқа бір молекуланы қолданғанын айтады. Ретинал есімі берілген бұл молекула жер бетіндегі барлық өсімдіктерге күлгін түсті қосқан еді. Марлет университеті микробиология зерттеушісі Шиладития дас Сарма хлорофиллдің сәулені жұту бойынша ретиналдан жақсырақ жұмыс істеген үшін бұрынғы күлгін өсімдіктердің өз уақытысымен жасылға айналғанын ойлап тапты. Жер қалай пайда болды? Жердің пайда болуын қаласаңыз Тәңірдің жаратқанын, немесе тек қана кездейсоқ оқиғалардың бір жерге жиналуымен сәттілік арқасында деп түсініңіз. Бірақ ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын күн жүйеміз өте үлкен шаң және жартас бұлт еді. Ауырлық дәрежесімен бұл бөліктер ең үлкен масса, күн айналасында айналып және миллиондаған жыл уақытысында бір-бірімен қатынасқа кіріп бірігу орын алды. Осылайша жермен бірге әрбір планета пайда болған еді. Және әлемнің әлем ыстықтығы күнге жақын және күнге ұзақ болмауының нәтижесінде өмір сүре алатын қалыпқа келе бастады. Бірақ жер бастапқы қалпында бір тозақтан айырмашылығы жоқ еді. Кенеттен вулкандар атылауы, үздіксіз соқтығысқан комета жаңбырлары. Бірақ жер бетіне соқтығысатын метеор Марс көлеміндегі Тея есімді бір планета еді. Және жерге соқтығысумен бірге планетамыздан ажыраған массалар әлемнің тарту әсерімен орбитасына ілініп, миллиондаған жыл ішінде жиналып, айды қалыптастырды. Ай және Юпитер сияқты аспан объектілері ғарыштан жерге түскен астероидтарға бір бөгет болып, өмірдің жалғасуына көмектесетін еді. Айдың беті осы себептен кратер іздермен толы. Мыңдаған метеордың жердің орнына осында соқтығысуынан пайда болған еді. Бұл соқтығысу әлемдік осты 23 градус аралығымен бейімдеді және мезгілдер пайда болды. Миллиондаған жыл бойынша вулкандардың атқылау нәтижесінде шыққан газдар тарту күшімен бірге бір-бірімен реакцияға кіріп, жердің қорғаушысы атмосфераны қалыптастырған еді. Барлық осы кезеңдер өте мінсіз. Менің пікірімді сұрайтын болсаңыз, осының жаратушымыздың әлемді және өмірді жарату тәрізді деп ойлаймын. Сіздің пікіріңіз қандай? Өмір қалай пайда болды? Әлемде шамамен 8,7 миллион түрлі жануардың бар екенін таптық. Бірақ ғалымдар өмірдің қалай басталғаннан әлі күнге дейін дәл сенімді емес. Көп зерттеушілер тірілердің ДНК сияқты өзін көшірме жасай алатын молекулалардан пайда болғанын айтады. Бұл молекулалар басқа күн жүйелеріндегі аспан объектілерінің жерге түсумен бірге көшіп келген болуы мүмкін, немесе жердегі реакциялармен бірге осы жерде пайда болған болуы мүмкін. Істелген жаңа бір зерттеу екінші теорияның дұрыс болу пайызын арттырды және ДНК-ның пайда болуы үшін керек болған құрамдастар сияқты дүниедегі барлық өмірлік блоктардың бірінші тірілердің жаратылуынан бұрын жерде болғандығы пікірін нығайтты. Қарабайыр кезеңде бір күн. Бүгінгі күннен шамамен 620 миллион жыл бұрын бір күн тек қана 21,9 сағаттан тұратын еді. Ай және күн тартуымен пайда болған мұхиттық толқындар әр 100 жылда бір күннің ұзындығын 1,7 миллисекунд арттырған еді. Күннің ұзындығы табиғи апаттар себебінен болуы мүмкін. 2011 жылындағы Япониядағы цунами әлемнің қара массасын таратуын өзгертіп, және жердің өз білігінен тезірек айналуына себеп болып, жердегі өміріміздің бір күні 1,8 микросекунд қысқарған еді. Әлемнің тағдыры. Ғалымдар күннің тезі жарықтылығын және ыстықтығының артуын күнімізден 1,1 миллиард жылдан кейін бүгінге салыстырғанда 10% жылырақ болуын есептеді. 4 миллиард жыл ішінде барлық мұхиттар буланып, және бұл буларды атмосфераға кептеліп, жер бетінде парниктік әсер жаратып, жер беті ыстықтығын 400 градус өсуіне себеп болады. Бұл да жердегі өмірдің жалғасуына. Әрине, егер әлі де жер және өмір қалатын болса,
мүмкін емес еді. 7.5 миллиард ішінде күннің қызыл алып сатысына өтумен бірге жер бүгінгі Марс құсап шекі болмаған бір шөл шарына айналады. Және кейін кеңейген күн жерді толықтай жұтқаннан кейін планетамыздың соңы келеді. Магма туралы. Көп адамдар жердің тарту күші деңгейінің барлық жерде бірдей екендігіне сенеді. Бірақ Канададағы Хедсон шығанағы сияқты белгілі жерлер планетаның басқа аймақтарына салыстырғанда азырақ жер тарту күшіне ие. Адамдар күнді жер үшін негізгі энергия көзі деп біледі. Егер күн кенеттен жоқ болса, бұл барлық тірілердің соңы болатын беді. Әрине жоқ. Өйткені жер ядросы 5700 градуспен кемінде күннің беті сияқты ыстық, және күн сәулелері болмағанда еді, жердің беті тоңатын еді. Бірақ теорик есеппен тірілер магмадағы энергияны өмірде қалу үшін қолдана алатын еді. Және кіші және үлкен аралдар су асты вулкандарының жарылып ядродағы топырақты сыртқа шығарумен пайда болады. Бұл жерде жаңа бір аралдың пайда болуын тамашалап отырсыз. Қате айтылған бір шындық. Біз Эверест тауының шыңының планетамыздың ең жоғарғы нүктесі екенін айтамыз. Бірақ Эверест тек қана теңіз деңгейінен ең жоғарғы тау. Әлемдегі ең биік нүкте, ғарышқа ең жақын және әлемдік орталықтан алыс болу жағынан Чимборазо тауы. Бұның себебі планетамыздың мінсіз масса болмауы, полюстардың кіші болуы және экватордың биік болуы. Экваторға Эвересттен жақын болған Чимборазо тауы әлемдегі ең биік нүкте. Әлемнің атауының шығу тегі. Жер күн жүйеміздегі бір роман, немесе грек құдай, немесе құдайшалардың есімі қойылмаған жалғыз планета. Әр тілде есімдердің жазылуы әртүрлі болса да, барлығының жалпы ерекшелігі есімінің шығу тегінің жер бетінен, яғни топырақ сөзінен алынуы. Арабшадан шыққан жер есімінің шығу тегі жер беті, яғни топырақ деген мағына. Белгісіз мұхит. Әлем, үйіміз, планетамыз. Тарих бойынша планетамыз туралы жаңа нәрселер үйренуді жалғастырдық және жалғастырамыз. Белгісізге қарсы болған жеңілмейтін керемет қызығушылығымыз бізге көкжиектен тыс зерттеуге мүмкіндік берді. Бұл жеткіліксіз болды. Аспанға, тіпті одан әрі өтіп зерттеулер жүргіздік. Бірақ әлі зерттей алмаған сондай бір жер бар. Бұл жерде қараңғылық ойымызға басқа бір мағына береді. Мұхиттар. Жер бетінің 72% сулармен толы. Бірақ су асты әлемінің 95% әлі зерттелмеді. Қолымыздағы Марс және Ай карталары мұхиттық жердің картасынан анық. Яғни әлем жануарларының кемінде 50%-ын құрайтын бұл мұхиттарда мүмкін құлаққа бір түрлі болып күлкілі болса да, теория жағынан су астында адам сияқты ақылды, немесе адамдан азырақ ақылды басқа да тірілер өмір сүруі мүмкін.